нәзік сырлы, ойлы да отты жырларымен танылған қазақтың біртуар ақыны Тұманбай Молдағалиев 1935 жылы 20 наурызда Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданындағы Жарсу ауылында туылған. Тұманбайдың әкесі 1941 жылы соғысқа кетіп, сонда қаза табады. Анасының тәрбиесінде болған ол мектепте тәртіпті оқушы болады. Сабақты үздік оқиды. 16 жасында орта мектепті бітіреді. Кейін Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсіп, 1956 жылы бітіріп шығады. Тұманбай Молдағалиев өзінің шығармашылық еңбек жолын Лениншіл жас газеті мен Пионер журналынан бастаған. Ол 1959-70 жылдар аралығында осы журналда қызмет атқарады. 1970-1973 жылдар аралығында Балдырған журналының жауапты хатшысы болды. Кейін 1973 жылдан жазушы баспасы жанындағы балалар және жастар әдебиетінің бас редакциясы мен Жалын газетінің бас редакторы болып жұмыс жасайды. 1954 жылы Тырнақалды өлеңінің облыстық газетте жариялануы Тұманбайға шабыт береді. Ақынның алғашқы жастық жырлары студенттік дәптер деген атпен жинақ болып басылады. Шығармаларының негізгі тақырыбы туған жер, табиғат, махаббат, достық, жастық, адамгершілік болды. Тұманбай өлеңдерін лирикалық жанрда жазған сыршыл ақын. Солайша, содан бергі уақыт ішінде ақынның 40-тан астам кітабы басылды. Орыс және батыс классиктерінің, сондай-ақ туысқан республикалар ақындарының өлеңдерін қазақшалаған. 1968 жылы жаңа дәптер жинағы үшін Республика комсомолы сыйлығының, 1982 жылы жүректегі жазулар кітабы үшін Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанған. 1992 жылы бүкіл түркі дүниесі ақындарының Физули және Жамбыл атындағы халықаралық сыйлықтарын алды. Қазақстанның халық жазушысы, Парасат орденінің 2004 жылғы иегері. Сонымен қатар ақынның Нұрғиса Тілендиев, Шәмші Қалдаяқов, Әсет Бейсеуовпен жазған әндері де танымал. Құстар әні, құстар қайтып келеді, бақыт құшағында, әнім сен едің, шақырады көктем және тағда басқа өлең жолдары. 2007 жылы құстар қайтып барады атты ән текстерінің жинағы шықты. Тұманбай Молдағалиевтің ақындық сыры оның өзіне ғана тән шеберлікпен қиыннан қиыстыратын стилінде, шынайы адамдық қасиеттеріне толы сезімінде. Сондықтан да ақынның оқырманы көп болды. Тұманбай Молдағалиевтің жыр жинақтарының ішінде балаларға арналған өлеңдерінің тәрбиелік мәні зор. Ол зілсіз ишарамен ибалы болуды ұқтырды. Тұманбай Молдағалиевтің өмірлік жары Қасымова Күлтай, олардың ұлдары Дәурен, қыздары Зәуреш, Жазира, Жанна. Ақын 2011 жылы 10 қазанда 76 жасқа келіп Алматы қаласында қайтыс болды.